Менің келінім Накипбаева Айзат 23 күні кешкі сағат 10 жарым шамасында ана мен балаға скорыймен өз аяғымен барды. Содан 24 күні Айзат маған айтты, мама, ертең мені УЗИға түсіреді, УЗИдан кейін белгілі болады деп сөйледі. Сосын кешке қарай сағат 6:30 кезінде маған келінім звондады. Мама, мен УЗИға түстім, маған мынандай дәріні әкеп беріңіз деп сөйледі. Мынандай дәріні әкеп беріңіз, маған врачтар айтты. Осыны алып келіңіз, балаңыз іші айналып, өз орнына келіп тұр бала. Өзің туғанға жетпей, өзің ту деп айтты деді. Сосын мен қайдан білейін, мен бардым да, оны 25 күні кешкі сағат 5-тен 20 кеткен кезде мен ана мен балаға барып, келініме осы дәріні апарып бердім. Одан кейін келінім кешкі сағат сол 8-ден өте звондағанымда келінім қиналып ротблокта тұрмын, мама деп толғатып тұр екен. Содан кейін реанимацияға алып кетті деп сөйледі. Содан кейін енді комға түсіп қалып тұр бұл деп. Енді мен ойлаймын ғой, енді бұл қалай өз аяғымен барған, ішері ауырмаған келінім аяқ астынан комға түсіп қалу деген, ол мен түсінбедім. Мына дәріні врач сіңіліме жазып берген екен. Бұл дәріні интернеттен ашып қарасақ, бұл түсік тастатуға арналған дәрі екен. Олар не себепті ай күні жетіп отырған кесаревамен босануы керек болған әйелге не себепті бұл дәріні берген? Бұл жерде дәрігерлердің салғырттығы болып тұр ғой. Менің қызым Накипбаева Айзат уже 25 күннен асып кетті. Комда жатқанына, бірақ көзін ашқан жоқ. Ешқандай результат жоқ. Сіздерден сұрайтыным, егер бір білікті мамандар болса, соларға жөн сілтесеңіздер, мен қызым